Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мен Камена Азиза және сұрақтарға жауап беретін Айтжанова Нұрайым. Сәлеметсіз бе? Сізге қойылатын бірінші сұрағым, заңгер мамандығы сұранысқа ие болу себебі неліктен? Әрине, халық арасында көптеген мамандықтар бар. Ол мамандықтардың ішінде ең өзекті мамандықтардың бірі заңгер мамандығы. Заңгер мамандығының өзектілігінің себебі ол қиындықтарды шешіп және де шешу жолдарын ұсынады. Заңгер мамандығы болашақта осы сұранысын жоғалтпай өзекті бола алады ма? Иә, себебі заңгер мамандығында жоғары зейнетақы мен жоғары жалақы бөлінген. Әрине, мен сізбен келісемін, және де сізге қойылатын келесі сұрағым, заңгер мамандығы болашақта талапкерді қабылдайтын жоғары оқу орындары. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және де Абай атындағы Қазақ педагогикалық университеті. Журналистика мамандығының өзектілігін айта кетсеңіз. Журналистика мамандығы әртүрлі өзекті, себебі қазіргі ақпараттардың даму кезеңі. Ол ақпарат әр адамға қажет, оны іздейтін журналист. Журналистика саласына келу үшін не қажет? Журналистика саласына келу қазіргі таңда оңай емес. Қазіргі таңда журналистика саласын әдебиет және қазақ пәндері таңдайды. Ол үшін кішкентайынан қалам мен қағазға және де поэзия мен прозаға жақын болып. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Айтжанова Нұрайым, сізге көптен көп рахмет. Сұхбатымыз жоғары деңгейде өтті деген ойдамын, және де сіздерге керекті мағлұмат бере алдық деп ойлаймын.